Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін Milka десертін дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, какаомызды, разрыхителімізді салып, араластырып дайындап қоямыз. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып, миксерімізді қосып, үстінен шекерімізді аз-аздан салып көпіртеміз. Ақ түске енгенше көпіртеміз жұмыртқаны. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді осының үстінен сүтімізді, майымызды құйып, ұнымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Формамызды дайындап, үстінен жаңағы дайын болған массамызды саламыз. Негізі кез келген форма жарай береді. Менде печканың өзінің листіне істеп жатырмын. Осылай жайып шығамыз, тегіс етіп, тез пісуі үшін. Міне бізде осындай корждар дайын болды. Енді суыған коржымызды үгітіп шығамыз. Кремімізді дайындап аламыз. Бізге қаймақ және сгущенка қажет болады. Қаймағымызды ыдысымызға салып, үстіне сгущенкамызды салып, миксерлеп аламыз. Сгущенка тәтті болғаннан кейін шекер қоспадым мен. Егер кремдеріңіз қойылмай жатса, крем загустительді қолдансаңыздар болады. Осындай крем дайын болды бізде. Жаңағы үгітілген корждарымызды ыдысымызға саламыз. Негізі кез келген ыдыс жарай береді. Ыдыс таңдаудың қажеті жоқ. Видео не бар, сонымен жасауға болады. Үстінен кремімізді құйып шығамыз. Қасықпен жақсаңыздар да болады. Міне жағып алдық. Енді ганашымызды дайындаймыз. Шоколадымыздың үстінен сүтімізді құйып, микроволновкаға ертіп аламыз. Осылай тегіс етіп жайып, бетін кез келген жеміс-жидектер немесе әртүрлі шоколадтермен сәндеуге болады. Бұл менде кондитерлік конфет. Міне бізде осындай трайфл дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгерім.